Армағайын, күліп оян, Алматы. Жұлдызды жаңалық айдардың бүгінгі санында жұлдызды жұптар Ғани мен Бота. Армысыздар, бүгінгі мейрам құтты болсын. Біздің күліп оян Алматы бағдарламасының көрермендері көптен сіздердің жұлдызды жаңалықтарыңызды таныс біліс болғысы келіп жүрген. Бүгін сәті түсіп тұр екен. Енді микрофон сізге сіздерге білсек, жаңалықтар. Ассалаумағалейкум деп амандасып болайық. Өмірдегі жаңалық деп атсаңыз, қол ұстасып судай тасып өтсе өмір осылай, арман барма шіркін-ай деп қол ұстасып бірге жүрміз. Аллаға мыңда бір шүкір дейміз. 22 жыл болыпты. О, әйелдер санап жүреді. Ғани мен Бота Қазақстанның түкпір-түкпірінде гастрольдік сапармен жүр. Сәуірдің басын 2000 жылдық тарихы бар Тараз елінен бастаса, ай соңын Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының ыстық ықыласына бөленіп тәмамдап жатыр. Ән сапар осымен тоқтамай, мамырда да жалғасын таппақ. 1 мамырда Алла нәсіп етсе Атырауда деп отырмыз. Мамырдың ортасы тұсында Ақтау қаласында осылай біраз жалғасып Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап шықсақ деген ниетіміз бар. Алла тағалам сол ниетімізді қабыл етсін. Көрерменмен қауышып, қазақ елімен жүздесіп, жер-жерді көріп, елді көріп қайтып жатқан жайымыз бар. Бота Бейсенованың балалар композиторы екенінен көпшілік хабардар. Болашақта балалар арасында Бота Бейсенованың әндерінен фестивальдер өтуі мүмкін. Бота Бейсенова алдарыңызда. Менің де шығармашылық кештерім сол Шу өңірінде, Жамбыл, Тараз қаласында, Жамбыл облысында әртүрлі сол ауыл-ауылды аралап, мен де сол өзім Бота Бейсенова балалар сазгер ретінде шығармашылық кешімді берейін деп жатырмын. Сондай жоспар бар. Сол түкпір-түкпірде жатқан кішкентай шәкірттеріміз, балалар, оқушылар, балапандар менің әнімді орындап жүр екен. Сол әндерден байқаулар ұйымдастырамыз, шығармашылық кеш ұйымдастырып, солай мен де гастрольге шықпақшымын өзім жеке. Бота Бейсенова атындағы фестиваль десек болады бұны. Жер-жерлерде өтіп жатқан. Бота Бейсенова жеке шығармашылығымен айналысса, Ғани мырза мен де қарап қалмаймын дейді. Жоқ, ағаң қасында жүреді постоянно. Әрдайым қасында жүремін, және сол кештердің жүргізушісі болатын шығар. Осы жақында ғана менің Бота Бейсенованың әндерінен республикалық ән байқауы өткен болатын, алғаш рет осы Қазақстанда. Мынау алдымыздағы біз барғалы жатқан ауылдардағы жеңімпаз өнерпаз балалар бұйырса болашақта келесі республикалық байқауға қатысатын болады. Тыңдармандарға бағым сен, сыйласайық, жұмбақ жан деп керемет әндер сыйлаған жұп репертуарға баса ден қояды. Қазірде жүрек қолын шертер жаңа әндер жаздыру үстінде. Қазір біздің репертуарымыздағы ренжіп қалма атты әніміз осы репертуарымызға жаңадан қосылған әннің бірі десек болады. Ғазизхан Шекербеков деген жас сазгер. Бүгінгі концертте де сол әнді орындайын деп отырмыз. Және де сол Ғазизханнан тағы да бірнеше ән алсақ деген жоспарымыз бар. Келісім шартқа отырғанбыз Ғазизханмен. Ғани Ботаға, әлде Бота Ғаниға ма? Кім-кімге ренжіп жүр екен? Оны өнерпаздар аузынан естейік. Ол ренжіп қалма деген ән өзі жақсы болды. Біраз Инстаграмнан хаттар келіп жатады, Фейсбукқа хаттар келіп жатады. Осы сіздердің әндеріңіз арқылы қайтадан табыстық деген. Таңертең ренжісіп қалып дейді. Күйеуім кеткен, кешке қарай қолында гүлі бар, торты бар, келіп тұр дейді. Ренжіп қалма деген әнді WhatsApp-пен жіберген ғой. Соған біз өте қуаныштымыз. Бұл әніміз шықпай жатып, сауапқа ие болып жатырмыз. Ерлі-зайыптыларды татуластырып жатырмыз. Сондай бір сәтті әндердің бірі болды. Сондықтан алтын шыққан жерді белден қаз деп біз Ғазизханнан тағы да әндер сұраудамыз. Бағым сен деп сыйласып бір-біріне ренжімей жүрген жұптың жұлдызды жаңалығы бүгінгі осы болды.